Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге тағы да AliExpress сайтынан келген тауарымды көрсеткім келіп отыр. AliExpress сайтынан маған мынандай посылка келді. Мен бұл нәрсені негізінде октябрьдің 5 күні ма, сондай күні сатып алдым. Жалпы қашан сатып алғанымды ұмытып қалып отырмын. Октябрьдің 5-і не 7-сінде сатып алдым. Бірақ мына нәрсені сатқан адам маған мынаның орнына басқа нәрсе салып жіберген. Қандай нәрсе екенін көрсеттім. Тағы да басқа видео түсірдім. Ол видеоны көрмеген болсаңыздар, ол видеоның сілтемесін осы видеоның описаниясына тастайтын боламын, егерде көргілеріңіз келетін болса. Сосын мына нәрсені сатқан адамға мен қайтадан жаздым. Маған басқа зат салып жіберіпсің деп. Фотосын жібердім, жіберген нәрсесінің. Сосын мына нәрсеге қайтадан заказ бердім. Бірақ 1 цент ақша төледім. 43 теңге ақша төледім. Негізі мына нәрсенің бағасы 1500 ба 2000 ба теңге. Ұмытып қалып отырмын қанша екенін. Сол кезде сондай болды. Қазір қанша екенін білмеймін. Бұл нәрсе маған 21 январ күні келді. 2022-ның. Бүгін 7 февраль, бүгін барып алдым. Бұл нәрсе AliExpress-тен келген нәрсе. Қазпочтада 40 күнге дейін бесплатно жата береді екен. Сондықтан да асықпай барып алдым. Бұл нәрсе шаровой головка деген нәрсе. Менде мынандай нәрсе бар. Короче, мне мынандай нәрсе сатып алдым. Негізі мына нәрсемен бірге мына нәрсені де сатып алдым. Мынау шаровая головка деген нәрсе. Мынау телефон держатель, яғни штативке арналған нәрсе. Бұл нәрсе туралы мен видео түсірдім. Егерде ол видеоны көрмеген болсаңыздар, ол видеоның да сілтемесін осы видеоның описаниясына тастайтын боламын. Мына нәрсені сатып алған себебім, мына телефон держательді мен мынандай нәрсеге орнатқым келді. Мынау микрофонный стойка, мынау столға қатырылатын түрі. Біздің мақсатымыз, яғни менің мақсатым, мына жердегі резбіге мынаны қатыру. Бірақ мына жердегі резбі мынаған бармайды. Мынаның резбісі үлкен, яғни мынау бармайды. Бір жағынан мынаған қатырғанда, мысалы үшін қатырсақ, мынаны телефон держательді бұлай да бұлай қозғай алмаймыз. Яғни штатив ретінде қолдана алмаймыз. Мынау стойка негізі. Мынаның мақсаты, яғни шаровой головканың мақсаты, бұлай да бұлай қозғау. Яғни телефон держательді через мына нәрсе арқылы микрофонның стойкасына қосамыз, жалғаймыз. Сосын телефон держательімізді бұлай да бұлай қозғауымызға болады. Яғни түсіндіңіздер деп ойлаймын да. Сосын айтпақшы достар, егерде сіздер менің YouTube каналыма әлде болса жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Посылкамызды ашамыз. Ешқандай да қорықпай кесе берем. Себебі мынаның ішіндегі нәрсе темір. Ана былайырақ қояйық. Посылкамызды жыртамыз, ашамыз. Достар, міне мынандай нәрсе шаровой головка деген. Мынандай нәрсе. Мына жерге жаңағы телефон держательді орнатамыз. Мынау неге барады? Микрофон стойкамызға барады. Жырттайық. Бұны да жеп-жеңіл нәрсе. Мынау темір, бірақ мына жер темір, мына жер пластик, мынау пластик шер, мына жер пластик. Мынаны бұлай бұрап телефон держателіңізге не істеп алуыңызға болады екен. Мынаны тіпті бұрап алып тастауға болады екен. Мынаны бұрап, мынаны бұлай да бұлай қозғауыңызға болады. Міне. Яғни бұның міндеті телефон держательді бұлай да бұлай қозғау. Өзіңізге керекті қылып қойып аласыңыздар, қатырып тастайсыңыздар. Енді микрофон стойкамызға қатырып қараймыз.
резбісі міне мынандай. Сосын айтпақшы, мынау нәрсенің ішінде тағы да резбі бар. Мына резбіні алып тастауға болады. Мына жерде міне. Мынадан кейін үлкен резбі бар. Алып тастауға болады екен. Бұны қазір алып тастайын, содан кейін бар видеоны қайтадан жалғастырамын. Достар, міне мынаны алып тастадым, яғни мына резбісі пластмасс екен мынау. Енді біздің микрофон стойкімізге мынаны қатыруға болады. Қазір қатырып көреміз. Достар, міне қатырдым. Енді мынаған телефон держателімізді қатырамыз. Видеоны тоқтата тұрайын тағы да. Достар, міне мынандай конструкция пайда болды. Сосын достар, бұл нәрсені, яғни шаровой головканы, кольцевой лампа деген нәрсе бар да, үйде видео түсіретін болсаңыздар жаңағындай, не алдайтын еді, тырнақ сәндейтін, кірпік сәндейтіндер бар ғой, кірпік жаптыратын ба, в общем сондайларға жаңағындай кольцевой лампа деген нәрсе бар. Вот сол нәрсені орнатуыңызға болады мынаған, мына шаровой головкаға. Сосын жаңағы айтқанымдай, мынаны босатып, мына нәрсені, мынаны бұлай-бұлай қозғауыңызға болады. Яғни түсінгендеріңіздей, мынау осындай нәрсе видео түсіретін адамдарға үй жағдайында, вот сондай адамдарға өте пайдалы нәрсе. Мына жерге телефонын орнатамыз. Мына жерге бұлайынан телефонын орнатасыңыздар. Сосын мынаны уже қатырып тастайсыңыздар. Өзіңізге керекті деңгейде қозғап, мына шаровой головканы. Сосын достар, бұл нәрсені штативке де орната берулеріңізге болады. Мынандай резбісі бар, міне мынау. Пластмасс жаңа көрсеттім. Мынаны мына жерге қатыра қоясыңыздар. Сосын алып тастауыңызға болады бұл нәрсені. Мына жерінде кішкентай несі бар. Отверткамен ба бірдеңемен ашып алуға болады. Сосын айтпақшы достар, бұл нәрсені сатып алған сатушымның магазинінің сілтемесін осы видеоның астына қалдыратын боламын, яғни осы видеоның описаниясына қалдыратын боламын. Егер де мына нәрсе сіздерге қызық болған болса, сол жерден осы тауар туралы өздеріңіз анығырақ, толығырақ біліп алуларыңызға болады. Сонымен достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, әртүрлі әлеуметтік желілерінде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.